Армысыздар, қадірлі көрермендер, құрметті Facebook парақшасының қолданушылар. Міне параллельді түрде Instagram парақшамызда да эфирімізді жүргізіп жатырмыз. Сіздермен Жаменкеев Ержан Ерболатұлы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыкасы факультетінің деканы, философия докторы, осында аға оқытушы қызметінде қызмет жасап жатырмыз. Енді Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің бастауымен, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының міне көріп отырсыздар қолдауымен әлеуметтік жоба, пайдалы бос уақыт атты әлеуметтік жоба аясында бірінші алғашқы эфирлеріміздің бірін бастамақшымыз. Бүгінгі эфирдің негізгі тақырыбы бұл домбыра тартып үйренудің алғы шарттары. Енді елімізде болып жатқан мына сынақ уақытында медицина қызметкерлері, олардың отбасыларына қолдау мақсатында министрлік осындай үлкен абыройлы істі бастап отыр. Сондықтан біз бұған құлшына ат салысып, міне шын көңілімізбен, шын ниетімізбен өз өнерімізді, білімімізді ортаға салып, кішкентай балалар болса, немесе тіпті домбыра үйренем деген жандар болса, мархабат, міне бүгін эфирге шығып сіздерге өз тәжірибемізбен бөліспекшіміз. Енді домбыра тартып үйренудің алғы шарттары деп, ең алдымен мен бүгінгі мына эфирге 7 пунктты белгілеп қойдым. Бұл домбыра тартуда ең алғашқы керекті маңызды мәселелер. Енді мынандай бір затты айта кетейін. Өзімнің жетекшілігінде әлемге әйгілі Қазақ этно-фольклорлық ансамблінің су жаңа үнтаспасы, CD дискісі. Осы дискті мен осы эфирді көріп отырған, тікелей эфирді қазір байланысқа шығып отырған Facebook парақшасының, Instagram парақшасында эфир барысында үздік сұрақ қойған, бір тың мәселені қозғаған көрерменімізге осы CD үнтаспадан 5-еуін сыйлаймын. Яғни 5 көрерменге 5 CD үнтаспа сыйлыққа. Сол себепті белсенді сұрақ қойып атсалысып отырсаңыздар болады. Эфирдің барысын Құрманғазының күйі Ақсақ киікпен бастаймын. Рахмет. Енді домбыраны өздеріңіз білесіздер, қазақ халқының қолданысында жүрген музыкалық аспаптардың ішінде ең кең тарағаны, ең атақтысы десек, тарихы тереңде жатқан аспаптарының енді бірегейі деп айтуға болады. Бұл мына менің қолымда тұрған домбыра аспабы. Енді домбыра аспабын енді жалпы тек домбыра емес,
барлық музыкалық аспаптарды бірінші шарты, мен 7 шартты бүгін айтып кетемін. Соның біріншісі бұл тазалық мәселесі. Яғни кез келген музыкалық аспапты қолға алған кезде, оны алмас бұрын міндетті түрде тазалық мәселесі. Бұл енді тек мына бүгінгі болып жатқан індетке ғана байланысты емес, жалпы аспаптың күтімі. Оның күтімі дұрыс болу үшін орындаушының өзінің тазалық жағдайы жоғары деңгейде болу керек. Яғни домбыраны қолға алмас бұрын міндетті түрде қолды жуып, екі қол әркез таза болу керек. Жалпы адамның өзін таза ұстап жүрсе, бұл аспапта ұзаққа шыдайды. Сондықтан бірінші мәселе бұл тазалық мәселесі. Ал енді екінші мәселе бұл жерде жалпы домбыра аспабы бұл қандай аспап, қайдан келген аспап, оның тарихы қандай, шығу тарихы қандай, оның мына жасалу материалдары қандай деген сұрақтар туы мүмкін. Сондықтан мына эфир барысында кішкентай балалар да отыруы мүмкін. Мен енді арнайы балаларға қаратып айта кетейін. Бұл аспап, домбыра деген аспап тек қазақта ғана емес, жалпы түркі халқына, түркі тілдес халықтардың қолданысына кең таралған аспап. Домбыра деген аспап өзбекте де бар, домбыра деген аспап башқұртта да бар. Тамбура, домбыра деп, мысалы моңғолдарда да, басқа да түркі тілдес халықтарда да осы аспап, тектес аспаптар көп кездеседі. Бірақ білесіздер ме, мына бізде Қадыр Мырзалиев атамыздың мына қазақ, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп мақтанышпен ауыз толтырып айтуының себебі, қазақ халқындай мына домбыра аспабын дамытқан, оның мына репертуар дейді ғой, яғни домбыра аспабында орындалатын күйлердің саны қазіргі таңда 7000-ға жуық тіркеліп отыр. Ақсұлу Сейтімбеков деген үлкен ғалымымыз 5000 күй бар қазақта деп айтса, қазіргі таңда 7000 күй тіркеліп отыр. Міне Қара шаңырақ Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясында отырмыз. Осы жерде бұл санақтар жүргізіледі, зерттеулер жасалады. Сондықтан қазақтай домбыраның беделін көтерген халық жоқ шығар. Сондықтан нағыз қазақ домбыра деп айтуымыздың себебі де осы. Домбыра аспабы енді кең тараған 2-3 аңызы бар. Домбыра қайдан келді, домбыра қалай пайда болды деген сияқты. Енді мына Қамбархан деген кейіпкермен байланысты тарихы бар. Яғни Қамбархан деген аңшы кезінде аңға шығып аң атқан кезде, сол аңның ішіндегі ішек қарнын ақтарып тастап кетіп, ал мына дененің өзін етін алып кетеді ғой. Бірақ ана ішек қарынды құзғын қарғалар шоқып оны ары тасиды, бері тасиды, біреулер ағаштың үстіне іліп кетеді. Сонда бір күні сол Қамбархан келе жатып, бір ызыңдаған дыбысты естиді. Бұл қайдан шығып жатыр деген сияқты. Сонда ана ағаштың төбесіне ілінген ана ішектер құрғап, мына желдің дыбысымен ызылдап дыбыс шығарады. Керемет сондай дыбысқа үңіліп қалған Қамбархан сол ағаштан ана 2 ішекті алып, тартып, біреуін қатты тартып, біреуін бос тартып, осындай біреу зарлы дыбыс, біреу қоңыр дыбыс беретін деп, осы 2 дыбысты тартып, яғни 2 ішек бір-біріне соғып жатқаннан 2 ішекті тартқан ғой. Міне өйстіп домбыра деген аспаптың пайда болуына себепкер болған. Енді бұл тарих мына қырғыз халықтарында да, мына өзбек, түркмен халықтарында да осы тарихтың ұшқыны бар, оны айтып жүреді. Енді шығыс Қазақстанда да бір кең таралған үлгісі бар. Ол жерде мына тау бағаналы Саятөлековтің айтуы бойынша тау құдіреті деген осы 2 құс, біреуі аналығы, біреуі аталығы болады. Аталығында оң қанаты болса, аналығында сол қанаты ғана бар екен, ал қос 2 қанаты ешқайсында жоқ екен. Сонда соған қарап отырған бір ақсақал бір күні сол тау құдіретінің 2 аналығы мен аталығы екеуі бірігіп, 2 қос қанат, сол қанат пен оң қанат екеуі бірігіп, аналық пен аталық. Одан туған ұрпақ кәдімгі толыққанды 2 қанаты бар құс болып шыққанын көреді ғой. Сонда ой түйіп, неге мен бір шекпен ғана жүрмін? Мүмкін 2 шекті, біреуі зарлы, мына ащы аналығының дауысы болса, екіншісі мына қоңыр дыбысы бұл аталығының дауысы деп, осы домбыра аспабының пайда болуына
осындай бір себепкер болған оқиға деп осындай бір аңыз сақталған қазақ халқында. Енді осындай тағы да бір 2-3 аңыз бар. Не болса да бұл түркі халқына ортақ аспап, қазақ халқы бұны өзінше керемет дамытқандықтан бұл аспапты бұл қазақтың аспабы деп айтуға толыққанды құқығы бар. Өйткені бағана жоғарыда айтқандай, бұл аспаптың ең керемет дамуына себепкер болған осы міне бүгінгі қазақ жері, қазақ халқы. Міне осындай бір кішігірім тарихы бар. Ал енді аспаптың өзі қалай жасалады, қандай материалдардан жасалады? Мына мен қолымдағы аспап бұл кәдімгі қарапайым қазақтың қайың деген ағашынан жасалған. Бұл қайың деген ағаш бүгінгі күндердің бағасымен өлшегенде аса қымбатты емес, өте бір қолжетімді бағада алуға болады. Бірақ дегенмен қазақтың әр өлкесінің өзінің тұрғылықты жерінде өсетін ағаштар болады. Бір жерде мына жидек жақсы өседі, бір жерде мына алма ағаштары жақсы өседі, жаңғақ ағашы жақсы өседі, мына қарағаш жақсы өседі, қарағай, қайың деген сияқты. Мысалы, әр өлкенің өзінің көп таралған ағаштары болады. Сол өлкенің күйшісі сол ағаштар, сол материалдарды қолданған. Енді қазіргі таңда домбыра осы, жақсы домбыралар осы қайың, жаңғақ, одан кейін мына сырттан келетін, шет елдерден келетін өте сапалы ағаштар бар. Африкалық ебен дейді, клен деп неше түрлі енді қазақша атауларын өздеріңіз тауып жатарсыздар. Осындай ағаштардан қазір қызыл ағаштан жасалады, Европадан келетін. Осындай ағаштардан қазіргі жақсы домбыралар жасалып жатыр. Осындай домбыраларды таңдау керек. Енді бұны мен неге айтып жатырмын? Өйткені баланың дауысын құлағы жақсы домбыраның үніне үйрену керек. Біз әдетте, құрметті ата-аналар, біз мына енді әркімнің жағдайы әрқалай, сондықтан кейде бір базардың домбыраларын алып жатамыз, бірақ ол домбыралар өте сапасыз жасалған, өйткені олардың жасайтын орталығы қай жерде екенін біз өте жақсы білеміз, сондықтан ол жерде өте сапасыз жасайды. Ал енді өзіміздің отандық шеберлеріміз бар, осы мына Қазақстанда. Сол шеберлердің қолынан алсаңыз, шеберханасынан алсаңыз, ұзаққа шыдайтын сапалы домбыраларды жасап аласыз. Және мына шектер тозады, пернелер тозады, тиектері тозады деген сияқты осындай кездерде сол шеберханаға барып, домбыраларыңызды ауыстырып, жасап, қайтадан реттеп алуға мүмкіндік болады. Сондықтан мен осындай кеңес беремін. Домбыраны үйрену үшін жақсы домбыра сатып алу керек. Ең бастамасында осындай қолжетімді қайыңнан жасалған домбыраларды алсаңыздар болады. Одан тағы бір мәселе. Бала домбыра тарту үшін, мысалы 5 жас пен 9 жас аралығында балалар көбінесе мына мойын сантиметр, 44 сантиметрлік домбыраларды алғаны дұрыс. Өйткені көп балаларды көреміз, дене пішіні кішкентай, ал домбыралар осындай үлкен домбыралар ұстап, үстіне мініп отырады. Ал енді ондай домбыралардан қайтып үйренеді. Сондықтан өзінің денесіне лайықты 44-ші өлшемдегі сантиметр домбыраны алған дұрыс мойын. Ал енді одан ары қарай 10 жастан жоғары болған кезде 46-шы сантиметрлік немесе кейбір балалардың денесі жеткілікті болады, ондайға осындай 48-ші сантиметрлік өлшемдегі домбыраны алуға болады. Осындай кеңес беремін. Ал енді үшінші мәселе, бұл домбыраны бүйтіп алған кезде бірінші мына отырыс мәселесі. Енді біздің қазақ халқы еркін халық, аттың үстінде жүреді, бірде шөптің үстінде жатады, бірде киіз үйде қонақта отырады, бірде тіпті жүріп келе жатуы да мүмкін. Сондықтан домбыраны әркім өзінің ыңғайына қарай ұстаған. Дегенмен қазіргі таңда біз енді мына қалалық мәдениет, сахналық мәдениет өзі қалыптасқандықтан белгілі бір академиялық үлгісін біз соған сүйеніп, сол үлгіде жүрміз. Яғни мына отырған кезде адамның арқасы тік болу керек. Неге десеңіз, мына омыртқа бұл бүкіл адамның денесін ұстап тұрғандықтан, бұл жерде мына тік болу мәселесі өте маңызды. Денсаулыққа да зиян болмау керек. Сол тік болған кезде, мына арқа тік болған кезде салмақ мына бөксеге түседі. Бөксе түскен кезде адам ұзақ сахнада отырып күй тарта алады. Ал енді былай бүкірейіп тартатын болсаңыздар, салмақтың барлығы мына омыртқаға түседі. Сондықтан омыртқа білесіздер, ұзақ ұстай алмайды, ондайды шаршайды, адам домбыра тартқысы келмейді. Мүмкін тіпті зерігіп домбыраны тастап кетуі де мүмкін.
Сондықтан алғаш үйренген кезде міндетті түрде тік отыру мәселесі өте маңызды. Одан кейін аяғымызды енді қазір Facebook парақшасында отырған көрермендер аяқ қою мәселесін жақсы көрмей тұруы мүмкін, бірақ дегенмен мен міне аяғымды кәдімгідей мына тіземнің үстіне қойдым. Тізенің үстіне қоясыздар, сол аяқтарыңызды, егер оңқай болсаңыздар, сол аяқтарыңызды кәдімгідей қатты алдыға қарай жаймай, 90 градуста ұстап тұрып, осылай отырсаңыздар дұрыс болады. Оң қол және сол қол. Оң қолда домбыра тартқан кезде мына қол қою әдісі сұқ саусақпен бас бармақ екеуі бір-бірінің үстіне бүйтіп жата қалады да, ал мына үш саусақ тек мына алақанның маңайына келіп еркін түрде, ешқандай былай шашыратуға болмайды, тек жинақы түрде осылай жанына қойып қою керек. Міне, мына адамның білезігі, қол білезігі міндетті түрде бұл машықтанған, қимылға өте жеңіл болу керек. Енді кейбір адамдардың қолы қатты болады, әсіресе ересек адамдардың. Ал енді балалардың қолы жұмсақ, буыны жұмсақ, осы міне білезікке жаттығулар жасау керек. Жаттығулар. Осы білезік домбыраның мына бет қақпағы көрініп тұр ғой. Осы бет қақпағына келіп, осы білезікті қимылдату арқылы жаттығу жасаса болады. Ал енді дыбыс қаттырақ шығу үшін, онда домбыраны тек білезікпен ғана тартпайсыздар, мына білекті де қосасыздар. Білек. Мына буын мына жерде. Сонда мына білезікте қатар жыбырлайды, сонымен қатар мына білекте. Бұл жаттығудың екінші түрі. Білезікке бөлек дайындаласыздар. Білек пен білезікке екеуіне бөлек дайындаласыздар. Мен енді бағана сөз басында айтуды ұмытып кеттім. Мына домбыраның өзінің де құрылысы бар, адамға ұқсас. Кәдімгі міне, мысалы мен отырсам, бұл да бір адам сияқты, кәдімгі басы бар, адамдық сияқты міне екі құлағы бар. Одан кейін мойыны, одан кейін мына домбырада 19 перне. Бұл қазіргі дамыған үлгісі, ал енді әр жердің, мысалы Қазақстан батыс өлкесінде 12-14 пернелі домбыралар болған. Ал енді мына Қазақстанның орталығы, Жетісуында, Шығыс Қазақстанда 7 пернелі көне домбыралар, 9 пернелі көне домбыралар, одан бертін келе 12 пернелік деген сияқты осылай дамып отыр. 7-8 пернелік. Енді бұл жерде әр өңірдің өзінің мына музыкалық тілмен айтқанда қолдану пернелер ладына байланысты, яғни қандай пернелерде әуендер айтылса, күйлер тартылса, сол пернелер осы домбыраға байланып отырған. Енді көп мынандай ноталар қолданылған болса, онда сол пернелерді осы домбыраға іздеп тауып байлап отырған. Сондықтан бұл домбыраның мойны, домбырада 19 перне бар, екі шегі бар, біреуі қатты тартылады, біреуі бос тартылады. Енді музыкалық тілмен айтқан кезде екі перненің арасы оң бұрау дегеніміз бізде кварта дейді, 4 тон арасы. Біреуі асты соль болса, ре болады. Енді екінші бұрау бар бізде қазақи тілмен айтқанда теріс бұрау дейді. Бұл музыкалық тілмен айтқанда квинта, яғни екі нотаның арасы 5 тон. Бағана 4 емес, 5 тон болады. Бұл енді мынау ре болмайды, онда до болады. Енді қазір мен домбыраның бұрауын өте төмен түсіріп қойдым, сондықтан бұл жерде басқаша ноталар тұр. Ал енді мына стандартты үлгісі соль, ре, кварта, соль, до, квинта. Осы екі бұрау бізде өте кең таралған бұрау. Ал енді тел бұрау дейді, тең бұрау дейді, осындай басқа да бұраулар үлгісі бар. Ондай бұрауларда да сақталған күйлері бар. Сондықтан ондай күйлерді де қазір таңда нотаға түсіп қолданыста бар. Енді көп таралған осы теріс бұрау мен оң бұрауда. Сонымен қол қоюды жалғастырамыз. Оң қолды біз міне бағана білезікте, осы сұқ саусақпен бас бармақты. Осы жаттығуға мен қазір білекті қосып тартып жатырмын. Ал білезіктің өзімен тартуға болады. Білекті қоспай. Осы екі
Ал енді сол қолымыз қалай тұрады? Бұл сол қолымыз деген мына енді балаларға үйреткен кезде мен осындай бір әдісті қолданамын. Бұл мына 5 саусақ 5 ағайынды бауыр сияқты. Мына үлкені бұл бас бармақ болса, бұл барлығын мына домбырадан, мына пернеден мойнынан тайып кетпеу үшін осы бас бармақ барлық бауырларының тірегі ұстап тұрады. Яғни былай тайып кетпеу үшін осы бас бармақ міне ұстап тұр. Ал енді одан кейінгі бауырлары міне 4 бауыры, одан кейінгі мына ең кенжесі мына кішкентай бөбек дейді ғой бізде мына кішкентай саусағымыз болса, ал мына сұқ саусақтар, ортаңғы аты жоқ саусақ дейді ғой. Бұлар рет-ретімен тұру керек. Мысалы, қараңыздар. Мына 5-ші пернені басқан кезде бас бармақпен, сосын 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші перне астыңғы шекте. Бұл басқан кезде мына саусақтар осы 4 пернеге лайықты қатар-қатар дайын тұру керек. Яғни көрдіңіздер? Сол қолдың саусақтарын осылай машықтандыруға болады. Ал енді бөлек тағы да жаттығу ретінде бұл сол қолдың саусақтарына мынандай жаттығу жасауға болады. Оң қолдың жаттығуын түсіндік. Дедіңіздер. Енді дәл солай, мына енді үстің үшекте. Сәл төмен түсеміз бас бармақпен. Бас бармақпен екінші саусақ бір-біріне қарама-қарсы тұрады әдетте. Осыған мән беріңіздер. Үстің үшекте. Тағы түсем. Бір-бір пернеден бас бармақпен түсіп отырамыз. Екінші саусақпен бас бармақ бір-біріне қарап, өйстіп төмен қарай түсіп. Мына сол қол кейбір адамдарда оңай жыбырламайды, сондықтан мына еттердің барлығын босатып, еттерін қыздыру керек. Сондықтан осы жаттығуларды міндетті жасауға. Міне сөйтіп жасап келіп соңына жетесіздер. Деп жеттіңіздер де. Енді кері қарай, енді мына 4-ші саусақтан бастаймыз. Сосын үстің үшекте. Сәл жоғары бір пернеге жылжимыз. Білесіздер ме, осындай жаттығулар арқасында мына координация дейді. Яғни мына оң қол мен сол қолдың екеуі бір-бірін түсінісуі. Мысалы, кейбір балаларда байқасаңыздар, енді домбыра тартып жүрген балалар болса, мына оң қолы тез тартады да, ал сол қолы сол тез тартқанға ілесе алмайды. Немесе мына сол қол өте шапшаң қимылдайды, бірақ оң қол сонымен шапшаң қимылдауға шамасы жетпейді. Өйткені мына жаттығулардың өте аз болғандығы, екеуінің координациясының жасалмаған, яғни екеуі балансқа түсіп, тепе-теңдікке түсіп, мынау тез тартса, сол қол бірден түсініп, тез шапшаң қимылдайды. Егер жай тартса, бұл да соған лайықты жай тартады, езіп отыр. Және әрбір жаттығуда мынандай мәселені қарай кетіңіздер, мына қолмен дірілдету емес, тербетіп тарту. Міне, білек, бұлай дірілдету емес қатты, тек білекпен ғана осылай. Білезік, білек, екеуі қосылады. Міне осындай жаттығу арқылы қолдың қағысын, яғни екі қол, сол қол мен оң қолдың координациясын, жалпы қағысты жаттықтырып алуға болады. Осы жаттығуды өзгерте білсеңіздер болады. Яғни алма кезек емес, төмен жоғары емес, тек төмен ғана. Міндетті түрде білекпен білезік қатар соғып, қағыстың ауқымы өте кең болу керек. Алғашқы уақытта өте кең болу керек. Сол сияқты жоғары.
тек осы жаттығудың өзі біраз шаруаны шешіп тастайды. Сонымен үшінші біздің мәселеміз бұл қол қою мәселесі болды. Онымен таныстырдым. Осы жаттығуларды қайталап отырыңыздар. Мына эфир сақталады, сондықтан бұл эфирді қайта-қайта көріп, осы жаттығуды қайтып естеріңізге түсіріп отырсаңыздар болды. Қағыспен қол қою жаттығулар болды. Енді бағана бұны қатар айтып кеттім. Бұл менің белгілеуімде төртінші мәселе болатын. Қағыспен қол қою мәселесі, бағана білезікпен білекті қосып жаттықтыра бересіздер. Ал енді күй тарту мәселесі. Бұл сіздер алғашқы уақытта сіздерге мұғалімдеріңіз әдетте бір әнді береді, немесе бір шағын күйлерді береді. Халық күйі, кеңес, келіншек сияқты осындай күйлерді сіздерге тартқызады, немесе еркемай. Енді қол жайлап үйрене бастаған кезде Әбдімомын Желдібаевтың еркесұлтан сияқты осындай кең таралған күйлерді, халық өте жақсы көретін, жүрегінде сақталған осындай керемет күйлерді сіздерге алғашқы уақытта үйретеді. Бірақ бір затты кейбір ұстаздарымыз, мұғалімдеріміз қалдырып кетеді. Енді ол білместіктен емес, тарихын білмегендіктен емес, жалпы тәжірибесінің мүмкін аздығынан деп ойлаймын. Күйді тартқызбас бұрын бірінші кезекте бұл күйдің атауы мен авторы. Яғни осыны түртіп алсаңыздар, кез келген күйді сізге бір адам үйретейін деп жатқан кезде, немесе ұстазыңыз үйретейін деп жатқан, сіз оқушы ретінде, мына жақта балалар көріп жатса, сіздер сұрақ қойыңыздар. Мына күйдің авторы кім? Және ол автор кім болған? Қай жерде туылған? Оның қандай күйлері бар? Қандай қазір мына қандай да басқа да бір өнерлері болған, әнші болуы мүмкін, сал-сері болуы мүмкін. Яғни кез келген қызықты бір деректерді сұрап алуға тырысыңыз ұстазыңыздан. Тіпті қазіргі мына әлеуметтік желі, интернеттің дамыған уақытында өзіңіз сол тақырыпты іздеп, яғни сол автордың кім екенін біліп алсаңыз болады. Бұл міндетті түрде, өйткені адамның мінезі ол өзінің тікелей күйіне де әсер етеді. Сондықтан адамның мінезін, оның болмысын, оның шығармашылығымен таныссаңыз, ол адам қандай күй шығаруы мүмкін, қандай тақырыптарды қамтуы мүмкін деген сияқты осындай бір өзі картина дейді ғой, сурет өз-өзінен бүйтіп ашылады. Сонымен авторын білгеннен кейін сізге үйретіп жатқан күй делік. Мысалы, бағанағыдай мен эфир барысында ақсақ киікті тарттым. Міне Құрманғазының ақсақ киік күйі, сіз Құрманғазының кім екенін біліп алғаннан кейін, ақсақ киік күйі қалай шықты? Неге арналып шықты? Қандай оқиға болды? Деп сұрақ қойсаңыз, ұстазыңыз сізге жауап береді, ақпарат береді. Сондықтан міндетті түрде күй жаттаған кезде күйдің төл аңызымен танысу керек. Тартпас бұрын. Яғни ақсақ киіктің өзінің белгілі бір тарихын сізге айтып береді. Оның аңшылыққа Құрманғазы шығып, содан мына ақсақ киікті атқан кезде, оның ақсаңдап қашып бара жатқан кезде Құрманғазының көз алдына өзі елестегені, мына өмірмен күресіп жатқан, түрмеге қамалып, айдауда жүрген Құрманғазы өзін ана ақсақ киікке қарап, ақсаңдап қашып бара жатқан ақсақ киікті көріп, Құрманғазы өзін елестетеді, сонда ана киікті екінші рет атуға дәті бармайды. Сонда жүрегіне ана көз алдына ана көрініс өте қатты жүрегіне тиеді. Сол үйіне келіп, сол қолына домбыраны алып, ақсақ киік шіркін-ай, ананың өмірмен күресуін қарашы. Мына дәл біз сияқты ғой, адам сияқты ғой, өмірмен күресіп жатыр. Ақсаңдап баратса да, өлмеймін деп қашып баратуын қарашы деп таңғалып, толғанып, сондай күйді шығарған. Міне осындай бір тарихты сізге айтып береді ұстазыңыз. Сіз жүрегіңізге сондай әсер аласыз. Енді не істейсіз? Енді күйді тартуға асығасыз, үйренуге асығасыз. Міне осы уақытта үйренсеңіз, ол күй сіздің жүрегіңізге ұзаққа сақталады және ешқашанда ұмытылмайды. Енді тағы бір мәселе. Күйді үйретуде қазіргі таңда үш үлгісі өте енді атақты деп айтсақ болады. Бұл бірінші үлгісі, бұл біздің дәстүрлі үлгіміз. Яғни, мысалы мен оқытушы болсам, алдымда менің шәкіртім отырса, мен оған осы күйді тек осылай тартып отырып, міне сіздерге қазір көрсетіп отырмын, дәл солай тартып отырып үйретемін. Ешқандай нота, ешқандай сан, ештеңе керек емес. Тек осылай әрбір дыбысты, әрбір мынандай әсемдейтін мелизм фаршлақтары, оның мына ырғақтары,
сүйретіп тарта ма, әлде дөңгелетіп тарта ма, әлде бір ақсатып тарта ма, әрбір тартысын мен осы шәкіртке үйретемін. Осы үлгіде бізге мына ата бабаларымыз осы үлгіде үйретті. Тіпті олар бір-ақ рет, екі-ақ рет тартады, қағып алсаң қағып алдың, қағып алмасаң ұмытып қаласың. Осындай болған. Ал біз қазір міне шәкірттерімізге осылай алдына отырғызып деп көрсетіп отырып үйретеміз. Яғни бұл кең таралған дәстүрлі үлгіде қазақтың өзіне тән осы үлгі, құйма-құлақ әдісі арқылы үйрету. Ал енді екінші әдісі бұл мына кәдімгі жоғары музыкалық білімі бар адамдарды байқап жүрген шығарсыздар, нотамен үйрену. Барлық ноталар қазіргі таңда кітапқа нотаға түсіп, мына кітап ретінде шығып жарияланып келе жатыр. Енді барлығы нотаға түсіп үлгерген жоқ әзірше. Сондықтан осы екінші үлгі бұл нота, яғни 5 сызықты сызады, 7 нотаны көрсетеді, және осы мына транспозициялық домбыра аспабын нотаға транспозиция арқылы түсіріп, сол арқылы үйретеді. Үшінші әдісі бұл сандық әдіс. Мен бағана сөз басында байқаған шығарсыздар, мына 5-ші перне, 4-ші пернені басасыз, 5-ші пернені, 7-ші пернені басасыз деп, мына астыңғы ішек, үстіңгі ішек деп айтып отырдым. Яғни сан арқылы мына 1-ші перне мынау болса, 2-ші перне мынау, 3-ші перне мынау, 4-ші перне мынау, сөйтіп мына 19-ші пернеге дейін өйстіп санмен жазады. Және үстіңгі ішекті де санмен жазады. Осылай сан арқылы үйрету. Бұл да бір ұзаққа сақталатын және шәкірт кез келген уақытта мына нотаны да санды да мынандай дәптер кітап қылып алып, соған қарап үйрене береді, егер соны санды нотаны меңгерген болса. Ал бірақ бағанағы мен айтқан бірінші үлгінің бір артықшылығы құйма-құлақ әдісі, яғни шәкірт пен ұстаз өстіп отырған кезде бір үлкен мәселені олар меңгереді. Бұл шеберлік деген зат. Яғни шеберлік нотада берілмейді, шеберлік сандық жүйеде шеберлік берілмейді. Ол жерде тек қаңқасы беріледі, яғни сүйегі беріледі. Ал енді оның толыққанды мына еті дейді ғой, оның толысуы тек мына ұстазбен отырған кезде ғана, немесе үнтаспамен отырған кезде ғана алынады. Сондықтан эфирді көріп отырған домбыра үйренемін деген жандар болса, немесе кішкентай балалар болса, осы балақайларға айтатыным, күйді тартқан кезде мүмкіндігінше осы құйма-құлақ әдісіне сүйеніп, немесе үнтаспаларға, яғни мына запистер сақталады ғой, қаншама мына интернет желісінде жарияланған, сол үнтаспаларға сүйеніп, тыңдап отырып шығаруға тырысыңыз, немесе видеоға қарап отырып шығаруға тырысыңыз. Бір қиналасыз, екінші күйде қиналасыз, үшінші күйде жеңіл бола бастайды, төртінші күйде, бесінші күйде сіз әдеттеніп кетесіз де, кез келген күйді шығара бересіз. Сондықтан менің өзімнің ұсынысым құйма-құлақ әдісімен үйренген дұрыс. Ал енді мына құрметті ата-аналар көріп отырса, немесе балалар ары қарай музыкалық мектепке, колледжге, консерваторияға барамын, мен оқимын десеңіздер, онда ноталық жүйені де міндетті түрде үйрену керексіздер. Өйткені бұл жерге келген кезде сіздер шығармалар ойнайсыздар, басқа да шетелдің музыкаларын осы домбыра аспабында орындап көресіздер, оркестрге отырасыздар, ансамбльге отырасыздар. Міне осындай кезде нотаны білу өте маңызды. Сондықтан нотаны осындай жағдайда ғана үйреніңіздер. Ал енді жоқ, мен тек домбыраны өзімді дамыту үшін, осы домбыраны тартқым келеді, білгім келеді, шебер тартқым келеді деп өзіңіз үшін ғана үйренемін десеңіз, онда құйма-құлақ әдісімен үйреніңіз. Мен осыны сіздерге кеңес ретінде айтар едім. Сонымен күйді үйрену үшін бірінші авторын білу керек, екіншісі күйдің төл тарихын білу керек. Ал енді мында домбыраны тартып үйреніп жүрген қазір азаматтар бар шығар. Оларға үшінші шартты айтар едім. Бұл күйді жеткізуші адам кім? Мысалы, Құрманғазының күйлерін бізге Дина Нұрпейісова, Рүстембек Омар, Қали Жантілеу, Оқап Қабиғожин деген аталарымыз, осы апаларымыз осы күйді жеткізді. Бір күйді бірнеше нұсқада көрдік. Яғни сүйенген кезде кімге сүйеніп жатырмыз, оның да өмірбаяны, оның стильдік ерекшелігі, ол қай жерде туылған, аймақтық ерекшелігі, дәстүр жалғастығы, оның ұстазы кім болған, міне осындай мәселелерді білу керек. Сондықтан алғаш бастап жатқан адамға ол қатты бір маңызды емес, ал енді жалғастырып жатқан адамға осындай үшінші шартын айтар едім, жеткізушісі кім? Осыған да мән беру керек. Осы үш шартты жаттап алыңыздар. Енді мен сіздерге бір күйді немесе бір әуенді
мында қазір енді домбыраны енді бастап жатқан адамдар болуы мүмкін, домбыраны бір жалғастырып бір жаңа күй үйренгісі келіп жатқан жандар болуы мүмкін. Сондықтан менен екі жаққа да бөліне алмаймын. Тек осы домбыра үйренудің алғы шарттары деген тақырып болғандықтан ең алғаш қолға алған кезде қандай әуендерді орындап тартқан дұрыс, соған ғана тоқталып кетейік. Мысалы Еркемай, бағанағы білезік пен білекті екеуің осы жаттығуды жасап болғаннан кейін алма кезек төмен жоғары. Міне осы әуенді ғана қысқа қайырып жаттап көрсеңіз, тіпті осы әуенді тек төмен қағыстармен ойнап көрсеңіз болады. Төмен қағыстармен, дәл солай жоғары қағыстармен ойнап. Енді мен қазір сандық жүйемен айтайын, өйткені сіздер эфирдан қазір мен нотаны айтсам, сіздер көрмеуіңіз мүмкін. Мына 4-ші пернені басып алыңыздар, және 5-ші пернені, үстіңгі 5-ші пернені бас бармақпен басыңыздар. Ұстазбен шәкірт отырған кезде, мына көз алдында көргендіктен бұл жерде бір пернені 1-ші, 7-ші, 8-ші деп отырмайды, тек осы көрген, естігені бойынша орындай береді. Ал енді пернені қазақша өзінің атаулары бар. Енді әр зерттеушілер өзінше атайды. Кейін қосылған мысалы түрікмен пернелер деп, оғыз перне деп, атап сарыарқа перне деп, нотамен айтқан кезде си бемольдің ортасындағы ноталар. Міне осындай өзінің атаулары бар. Дегенмен ұстазбен шәкірт отырған кезде ол жерде бір 5, 6, 7 деп ондай санымен емес, құйма құлақ әдісімен міне осылай қасында естіп отырып, көріп отырып үйрене береді. Енді мен сіздерге айта кетейін, астыңғы шек 4-ші перне, үстіңгі шек мына бас бармақпен 5-ші пернені басасыздар да. Еркемайды мысалы жоғары қағыспен бастайсыздар. Қосымша әуенді жаттап жатсыз, және қосымша оң қолыңызға жаттығу және сол қолыңызға жаттығу жүріп жатыр. Осылай әуендетіп, кейін күйлерді жаттай бересіздер, жаймен ұстаздарыңызға барған кезде өзі мына адамның өзінің деңгейіне қарай лайықты күйлерді береді. Сол күйлерді осылай жаттайсыздар. Енді эфир барысында айтпай кеткен, немесе өздеріңізді қызықтырған сұрақтар болса, мен енді сұрақтарға кезек берейін. Қолдауларыңызға рахмет. Міне Facebook парақшасын көріп жатырмын. Оқушының есте сақтау қабілетін қалай дамытуға болады дейді. Оқушының есте сақтау қабілетін бағанағыдай, енді мен мына күй жағынан айтайын. Күйге келген кезде осылай құйма құлақ әдісімен мүмкіндігінше күйлерді жаттап, нота ештеңені алдына қоймау керек. Оған қойғаннан кейін көз үйреніп алады, соны іздеп тұрады, соны алдыма әкесі екен, соны қойып қойса ойнайтын едім деген әбден организмнің өзі үйреніп кетеді. Сондықтан домбыра үйренген кезде мүмкіндігінше осы құйма құлақ әдісімен және құлақпен қағып алуға тырысу керек. Құлақпен қағып алған бір зат ерекшелігін айтайын, құлақпен қағып алған күй және оны қиналып отырып жаттаған күй ешқашан ұмытылмайды. Мен сіздерге толық 100% гарантия беремін, кепілдік беремін. Ол ешқашан ұмытылмайды. Тек оған бағанағындай мен айтқан алғы шарттары, авторын, күйдің тарихын жеткізу үшін айтып барып күйді үйрететін болсаңыз, және басында қиналады. Ал енді өзіңіз ойлап көріңіз, біреудің арқасынан мысалы қамшымен бір қойсаңыз, қамшы тиген адам кім ұрғанын ешқашан ұмытпайды. Сол сияқты алғашқысында сәл қиналады, бірақ
ол күй ешқашан ұмытылмайды егер оны сүйіп кәдімгідей бағанағыдай ақпараттарды алып жаттайтын болса. Сондықтан өлеңдер жаттау керек, жалпы поэзия, өлең, одан кейін бір белгілі бір текст әңгімені оқып, оның мазмұнын айтып, міне осындай дүниелерді қосымша қолданса, бұл жаттығу ретінде болады. Одан кейін күйді үйренгеннен кейін оның тарихын өзі айтып орындау керек. Міндетті түрде ол тағы да бір шарты, балалар күйдің тарихын өзі айтып, сосын барып күйді тартып орындау керек. Бұл шарт, осылай болған қазақ халқы. Енді бізде қазір сахнаға шығады, автордың күйдің атын айтады, ойнап шығады, елдер шапалақ ұрады, одан артық ештеңе жоқ. Сондықтан осындай бір маңызды мәселеге көңіл бөліңіздер. Есте сақтау қабілетін дамыту үшін күйді көп тыңдау керек. Дұрыс айтасыз, иә. Досеке Маңабаев, өте жақсы айттыңыз. Міне осы мәселені мен де айтып отырмын. Сәлеметсіз бе, домбырашының техникасын өсу үшін қандай кеңес бересіз? Домбырашының техникасы өсу үшін бағана мен айтқан координация дейді, яғни оң қол мен сол қолдың екеуі бір-бірін түсінісіп, тез тартқан кезде сол қолда тез тартып, жай тартқан кезде сол қолда жай, екеуі бір-бірін үйлесім болу керек. Ол үйлесім болу үшін бағана жаттығулар өте көп жасалу керек. Дайындықта жасалмаған зат сахнада ешқашан шықпайды. Сондықтан дайындыққа өте көп көңіл бөлу керек және дұрыс дайындалу керек. Тіпті бағана бір қарапайым еркемайдың өзін тек алма кезек емес, төмен жоғары тартып, екі төмен екі жоғары тартып, міне осындай жаттығулар жасап, оң қол мен сол қолға қосымша дайындық ретінде қолдансаңыздар болады. Шеберлік осылай дамиды. Және білезік пен білекті екеуі кең тартып үйрену керек. Көп балалар мына білезікті ғана қолданады да, одан кейін өйстіп тартып үйренеді. Ал енді тез тарт деген кезде қолы бағана координациясы жетпейді және мына қолы мүлдем жай тарта алмайды, мүлдем салмақты тарта алмайды. Тек осындай майда қуалаған әдіске ғана үйреніп қалады. Сондықтан міндетті түрде осыны тартып, ал енді тез тартатын кезде жайлап ауқымын кішірейте бересіздер. Сосын өзі салмақты, сақылдаған жақсы дыбыстар өз-өзінен шығады. Оған енді біздің тәжірибеміз айтып отыр ғой, соны көзіміз жеткен. Балықтың майында көп қолданса, есте сақтау жақсарады. Мүмкін. Ондай да тәсілдер бар. Балықтың майы. Енді Инстаграм парақшамызда да бірталай сұрақтар келген сияқты. Сол қол дербес жүру керек дегенге қалай қарайсыз дейді. Сол қол дербес жүру керек деген кезде мына затты білу керек. Адамның, күйшінің, домбырашының оң қолы бұл күйдің мінезін береді. Мінезі. Күй лирикалық па, жұмсақ па, адуынды кәдімгі жауынгерлік па, өте бір ойнақы ма, бұның бәрін беретін оң қол. Ал енді сол қол күйдің мазмұнын береді. Оның тілі. Сөйлеп жатқан кәдімгі мына әрбір пернесін басқан кезде оны әсемдеп жатқаны, осының барлығы белгілі бір күйдің мазмұны, тексті дейді ғой, мәтіні осы сол қол береді. Сондықтан дербес, сол қолдың дербестігі дегенді мен енді өзім аса түсінкіремедім. Сол қол мен оң қолдың екеуінің үйлесім болған кезде ғана домбырада дербес әңгіме шығады. Міне енді әртүрлі сұрақтар келген сияқты. Енді күйлерге тапсырыс беріп жатқан сияқты. Абсолютный сұлулық жайында айтсаңыз дейді. Енді абсолютті сұлулық бұл табиғаттан берілетін өзінің адамның мына қабілеті дейді ғой. Кейде мына қабілет өзі тума ата-анасынан жұғатын дүние, қабілет. Сондықтан ол қабілетті тіпті дамытуға да болады деп қазіргі психолог зерттеушілер айтады. Талант деген сөздің де өзі бір жақшаның ішінде айтқан кезде бір қатып қалған дүние емес, яғни ол қабілетті өсіруге болады, тек оған бір машық керек. Білесіздер ме, мысалы қарап отырсаңыздар, мен енді өзімнің немнен айтайын, мысалымнан айтайын. Мен мысалы Алматы қаласында туып өскенмін, бірақ мен мысалы Атырау қаласында өтіп жатқан конкурстарға немесе Ақтау қаласында, яғни 3000 километр басқа жақта өтіп жатқан конкурстарда, бірталай конкурстарда жеңімпаз болдым, бәйгесін де алдым. Бірақ мен басқа жақта туған адаммын. Мен неге ол жақтың
характеріндегі ол жақтың табиғатына келетін күйлерді сонда мен лайықты ойнай алдым деген сөз, яғни мен егер ол жақты жеңген болсам. Және ол жақтың да адамдары келіп, мысалы арқаның күйлерін тартып, белгілі бір бәйгелерді иемденіп кетіп жатыр. Яғни содан шығатын бір кішігірім қорытынды, адам жасайтын дүниені адам жасайды, тек оның қабілетін арттырып, оның машығы, сол ортаға бейімделуі, осы затқа бір белгілі бір уақыт керек шығар. Сол кезде ғана адам өзі бір дамиды. Енді абсолюттік есту қабілеті дегеніміз ол енді табиғаттан берілетін, әдетте Құдайдың беретін бір өте бір ерекше қасиеті. Ал енді оны дамытуға бола ма, болмай ма, оны енді мен оған зерттеу жүргізген жоқпын. Ол жайында өзіңіз енді зерттеп қосымша ақпарат алып көріңіз. Енді эфир барысында біраз дүниелерді айтып үлгердім деп ойлаймын. Енді сұрақтарда 19-20 қосымша 2 мойындағы перненің отаны не деп айтады дейді. Жақсы сұрақ қойып отыр. Пернелерді мына 19 пен 20 пернелерді қалай айтады дейді. Білесіз бе, мысалы Таласбек Асемқұлов ағамыз, марқұм Ақселеу Сейдімбек ағаларымыз бұл жайында өзінің зерттеулерін жүргізіп, Болат Қарақұлов ағаларымыз зерттеуші, музыкатанушы, ғалымымыз, мысалы докторымыз марқұм болды барлығы. Осы кісілердің осы перне мәселесіне, пернелердің атаулары, осыған жасаған үлкен зерттеулері бар. Яғни мысалы до диез дыбысын Таласбек Асемқұловта кәдесіз перне деп, бұл жайында мен өзім зерттеу жүргізген. Осындай кәдесіз перне деген сияқты өзінің бір атаулары болған деп айтады. Бұл енді мына Әзербайжан халықтарында, түрік халықтарында осы пернелердің атаулары өте жақсы сақталған. Соларға ұқсас бізде де болған деген сияқты тұжырымдар жасайды. Бірақ ақсақалдардан мысалы кейбір күйшілерден мен сұраған кезде домбыраның пернелерінің атауларын барлығын егжей-тегжейлі мынау мынандай деп айтып жүргенін біз көрген жоқпыз, естіген жоқпыз. Сол ақсақалдар айтар еді ғой деген сияқты да өздерінің уәждерін айтады. Яғни бұл мәселеде енді бір белсенді күйлерді, пернелерді біз атауларымен айтып үйреніп жүрген жоқпыз қазіргі таңда. Сондықтан бұған енді 20 перненің қалай айтатынын мен өз басым мен естіп көрген жоқпын, ондайды көрген жоқпын 20 перненің қалай айтатынын. Ал кейбір өңірлерде мүмкін ондай деректер сақталған шығар. Үлкен ақсақалдарымыз мына әрбір перненің өзінің атауын айтып. Енді консерватория шаңырағында біз бірінші болып естиміз ондай мәселелер, сондықтан әлі бізге ондай ақпарат жеткен жоқ. Оны енді өзіңіз қосымша іздейсіздер. Ержан, домбыраны жасаған шебер кім екен? Сол туралы айта кетсең. Енді бұл өте оңай сұрақ. Бұл домбыраның авторы Мадияр Туркиев деген қазіргі жас шебер. Осы домбыраны жасады және өте сәтті жасаған деп есептеймін. Өзіме қатты ұнайды, сондықтан осы домбыраны алған болатын. Мұнда қандай мектепті көбірек ойнайсыз? Төкпе әлде шеппе? Сіздің тәніңізге жақын дейді. Енді бұл сіз егер күй өнерін зерттеген болсаңыз, немесе бір қызығып оқыған болсаңыз, күйдің қай өлкесі қандай стиль сақтайтынын өзіңіз білесіз. Мысалы, Жетісу өлкесінде көбінесе шеппеге жақын болады, бірақ төкпе стиліндегі, яғни адуынды қара қағыспен ойнайтын моменттер де болады, сондай үлгілерде. Яғни төкпе мен шеппеге аралас келеді. Ал Шығыс Қазақстан енді бұл Алтай өлкесі, түрік халқының алтын бесігі деп айтады. Бұл жерде енді көбінесе шеппе қағысында теріп тарту, іліп тарту дейді ғой, әрқайсының бір-бірден теріп тарту, осындай үлгілер өте көп. Алтайдан былай қарай Байжігіттерден Тәттімбет арқа өңірі, ол жерде де шеппе қағыс үлгісіндегі күйлер. Ал енді мына Сыр өңірі, Ақтөбе жақ, Атырау, Орал, Ақтау, бұл жақта енді төкпе қағыста Ақжирен күйлер, Байжұма деп. Бағана эфирдің барысында Ақсақ Кекте осы Құрманғазы стиліндегі төкпе қағыс деп айтады. Зерттеушілердің атаулары төкпе, шеппе деп екі арнаға бөлген. Сол төкпе қағыста осы күйлер тартылады. Енді мен сөз басында да айттым, бағана Жетісу өлкесінде туылғандықтан мен жаныма шеппе күй жақын деп айтқанның өзінде де мен осы төкпе стилінде күйлерді де қатар алып жүремін. Сондықтан кеңесім барлық
стилдегі күйлерді үйрену керек. Ана жан-жақты көріп, біліп, қай өлкеде қалай тартылады. Ал енді соның бәрін меңгеріп болғаннан кейін адам өзі белгілі бір стильдің, ұстаным, дәстүрдің артынан өзі ереді. Сондықтан әзірше барлығын білу керек, үйрену керек. Мен барлығын тартамын. Мен шығыстың күйлерін де тартамын, батыстың да күйлерін тартамын, маңғыстаудың да күйлерін, сырдың да күйлерін, осы жетісудың күйлерін. Сондықтан ондай бір шектеу жоқ. Барлығын үйреніңіздер. Ал кейін бәрін біліп көріп болғаннан кейін, Абай да айтады ғой, орыстың кітаптарын оқыңыздар, ғалымдарын оқу керек. Одан біз орыс болып кетпейміз. Сондықтан барлық жерін үйреніп болғаннан кейін барып өзіңіз бір қорытынды жасайсыз. Енді мен қазір сіздерге мына жақтан кім қандай сұрақ қойды екен деп аңдып іздеп отырмай-ақ қояйын. Мен осы Instagram парақшасы мен Facebook әлеуметтік желісінде үздік сұрақ қойған адамдарға өзім жазам. Және 5 бағана айтқан, сөз басында айтқан 5 осы Қастақ ансамблінің су жаңа үнтаспасын қалай алып кету керек екенін айтатын боламын. Сондықтан сұрақтарыңызға, белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Сөз соңында бір күй орындап берейін, және тағы да бір алғыс айтқым келеді осы медицина қызметкерлеріне. Осы індет жайылған уақытта әлі де күресуді тоқтатқан жоқ. Барлық осы қазақ еліне, Қазақстан азаматтарына бар қол ұшын беріп көмектесіп жатыр, білімдерін салып. Сондықтан сіздерге қолдау болсын, осы отбасыларыңызға осы менен кейін де болатын эфирлерді көруге кеңес беремін. Көріңіздер, қолданыңыздар, үйреніңіздер. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз, және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы атынан сіздерге үлкен рахмет айтамын. Соқыр Есжанның күйі Соқыр Есжан. Рахмет. Эфир сақталады Facebook парақшасында да және Instagram парақшасында. Келесі эфирларды жіберіп алмаңыздар. Сау саламат болыңыздар. Рахмет.